Бұл жылдам құрылыс құбыжығы. Осы көлік 1000 тонна бетондық қалқаны көтереді. Өзі көпірдің бір шетінен екінші шетіне барып, 40 метрге дейін көтеріп, өзі орналастырады. Тым жылдам көпір салып, бірінші рет теңіз арқылы 350 км сағатына жылдамдықпен жүреді. Онымен қоса осы жерде ғимараттарды 19 күн ішінде салуды үйренді. Госпитальді 10 күнде, кәдімгі үйді тіпті 1 күнде. Жылдам шайтан арбаларды бүткіл әлемді қосалғаны жетпегендей салып тастаған. Стадиондар, су астындағы жертөлелер 100 км-лік көпір. Тоқта, мен айтқанның бәрін 1 секундқа енгізуге болады. Қалай кедей елден бас құрылысшы саудасы дамыған инвесторға айналды? Неге бұл тек басамасыңа? Осылардың не біріктіретінін білесіз бе? Ресейдегі Мичуринский проспект, Эфиопиядағы Африкалық штаб-пәтер, Шри-Ланкада